Автор Галина Гак, санат, білім беру, дереккөз, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің блог платформасы. Құрметті Ерлан Кенжеғалиұлы, мен университеттің оқу әдістемелік басқармасында аға әдіскер болып қызмет етемін. Бұл лауазым педагогты қызметке теңестіріле ме? Олай болса, мен 56 күн мерзіміндегі еңбек демалысын ала аламын ба? Қазіргі жыл сайынғы еңбек демалысым 24 күнді құрайды. Алдын ала рахмет. Құрметті Галина, Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 50-ші бап 1-ші тармағына сәйкес, білім алушылар мен тәрбиеленушілерді оқытуға және тәрбиелеуге байланысты білім беру қызметімен айналысатын адамдар ғана педагог санатына жатады. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы нөмірі 77-ші қаулысына сәйкес, педагогтық қызметке және оған теңестірілген лауазымдар тізбесі бекітілген. Осыған сәйкес, жоғары оқу орындарындағы әдіскер лауазымы педагог қызметіне жатпайды. Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 139-ші бап 10-ші тармағына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен қамтамасыз етілетін азаматтық қызметкерлерге төленетін 30 күн тізбелік, күннен кем болмайтын еңбек демалысы және лауазымдық еңбекақы көлеміндегі сауықтыру жәрдемақысы беріледі. Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес, жұмыскерлерге мынандай еңбек демалыстары қарастырылған. Бұл біріншіден жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы және әлеуметтік демалыстар. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары өзі жекеше екі түрге бөлінеді. Бұл біріншіден жыл сайынғы ақы төленетін және қосымша демалыс деп қарастырылған. Қосымша демалыстар ақы төленетін, яғни бұл ауыр өндірістерде жұмыс істейтін жұмыскерлерге беріледі. Қосымша, яғни ақы төленетін демалыс деп қарастырылады олды. Әлеуметтік демалыстарда, яғни ол өзі жекеше бөлінеді. Бұл оқу уақытында берілетін демалыстар және жалақы сақталмайтын демалыстар және де бала күтіміне байланысты демалыстар және тууға байланысты.